Алейкум достар, сіздермен бірге Екош. Бүгін біз осындай острый ойын ойнайтын боламыз. Қазір біз флагты алып, бұл жерде ұту керек. Мен қазір бұл жерде тұрып бара жатырмын, арқада қарап қою керек. Әйтпесе болар. Криса ғой. Болар деген жаман. Бірақ бұл ойын өте қызық ойын екен. Соны айтып кетейін. Қазір біз мына КамАЗдың ішінде тұрайық. Аңдап тұрып пітеу деп жібереміз. Жүгіріп шабамыз. Дайдың қызын аламыз. Данеке деген бір адам өлтіріп тастайды екен да бізге келіп шабуыл жасап. Қазір біз осылай найдым барайық. Сосын бәрін өлтіретін боламыз. Тыныш достар. Міне біздің екінші орында тұрмыз. Біз екінші орында тұрмыз. Біз қазір осы сияқты тығылып атпасақ болмайды. Бәрі жабылып кетеді. Көз алдында тұрсақ. Мына Данеке деген адам 36 ма сондай уровенші қойғанда. Солай. Мына адам бізді аңдып жүріп атқысы келеді, короче. Сондай ғой. Арқада қойып қарап қойып. Неғып бізге келген кезде өлтіреді, басқаларды өлтірмейді. Мен саған. Қашып барады. Қазынамызды алып қашып кетті. Бірақ біз сонда да үшінші орында тұрмыз. Үшінші орында тұрсақ та, бірақ бәрібір ұту керек бізге. Ұтсақ егерде бізге көп зат береді. Бұл ойынның атын білгілеріңіз келсе, бұл ойынның аты Острый. Бізге келген кезде бізді өлтіре береді болар. Мен саған біздің флагты алғаны үшін жауап бересің. Кеттік тағы да. Ойын аяқтауына 1,5 минут қалды. Егер де мені көріп кетсеңіздер, тіркеле салыңыздар. Мына флагқа жете алмай қалды бейшара. Мен саған. Әйтеуір тейсің ба? Морокко деген бір адам бізді өлтірді. Ол біз үшінші орында қозғалмай тұрып қой.
Екінші орынға келдік. Енді біз қатты ойнауымыз керек. Экран қатты жылжытып, любой жерде ата беру деген ғой, короче. Ренжімесеңіздер, сізге ыңғайлы болмайды, бірақ мен флаг үшін бәріне барамын. Ұтылмау үшін. Мына адамға тегізе алмай кеттім ғой. Осымен. Бүйтіп тұрып атып желеміз, а? Теңгелер жинап алайық.